оқармын. Бәріңе сәттілік. Рахат сабағыңды беске оқы. Барлығыңа зейіндерің ашылсын. Жарайсыздар балалар. Бері қарай келе қойыңдар. Жақсы балалар, қолдарыңа қандай суреттер алдыңдар? Жақсы тағы? Өсімдіктер. Жақсы, олай болса балалар, біздің бөліміміз, яғни қоршаған ортаны қорғаймын деген. Жақсы, олай болса, топтарымызға бөлініп отыра қояйық. Екі топқа бөліндік. Біреу өсімдіктер, жануарлар тобы балалар. Өсімдіктер бірінші топ боламыз. Жануарлар екінші топқа боламыз. Мәтіннің тақырыбының мазмұнына сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Сабақтың мақсаты берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп, ой қорытып жасау және біздің өтіп жатқан тақырыбымыз, яғни жіктеу өсімдіктер туралы одан әрі білімімізді ұлғайту етінде. Жақсы балалар. Топқа бөліндік, иә? Топқа бөліндік, екі топ. Не үшін мен сендерге өсімдіктер, жануарларды екі топқа бөліп тұрмын балалар? Дұрыс айтады, қоршаған ортаны қорғаймын, яғни біздің өтіп жатқан бөліміміз қоршаған ортаны қорғаймын деген екен. Енді балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Үйге сурет бойынша әңгіме құрау. Жақсы, оқи қойсын. Көктем келді. Көктем келді, біз Арман екеуміз әжеміздің ауылына бардық. Әжеміздің ауылы өте керемет. Маған әжемнің ауылы ұнайды. Арман екеуміз құстармен ойнадық. Әртүрлі жануарларды көрдік, жануарлармен ойнадық. Біз демалысымызды сол жақта өткіздік. Жақсы. Біздің өтіп жатқан тақырыбымыз есімдіктер, иә? Есімдікті аташ осы? Біз әңгіменің ішіндегі, иә? Біз, маған, мен. Жақсы. Отырамын. Жақсы балалар. Олай болса қазір ширату сұрақтарымен біздер сиқырлы қалам тәсіліменен үй тапсырмасын қорытамыз балалар, иә? Жақсы. Мына жерде менің алдымда сіздердің қаламдарым тұр, сол бойынша. Мүмкіндігі, әне тақтамызға қойды. Жылдан. Жіктеу, зат есім қалай жіктеледі? Зат есім қалай жіктеледі? Топ өзіміз естейміз? Көмектесеміз балалар. Иә? Көмектесеміз. Зат есім жекеше және көпше түрде жіктеледі. Иә, тағы? Дұрыс. Олар үш жақта жіктеледі. Дұрыс. Иә, отыра ғой. Қандай үш жақта? Үш жақта. Дұрыс, иә. Иә. Бірінші жақ менді, мен. Жақсы, екінші жақ сен. Дұрыс. Үшінші жақ Жақсы, отыра. Жақсы балалар. Келесі. Есімдік дегеніміз не? Есімдік дегеніміз зат есімнің, сын есімнің, сан есімнің орнына жіктелетін сөздерді есімдік деп атаймыз. Есімдіктер біз, ол, мен, сен, сіз,
біздер, олар. Жақсы. Жарайсың. Жақсы. Келесі. Жіктеу есімдіктерін атайды. Жіктеу есімдіктері қалай аталады? Жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдігін атайды ғой. Жаңа айтты ғой. Жіктеу есімдігі. Иә. Айта ғой. Жіктеу есімдіктері мен, сен, біз, ол. Жақсы, жарайсың. Берекет. Дайындалу керек. Жақсы балалар, келесі. Септіктерді атай ғой. Атау, ілік, барыс, табыс, шартыс, шығыс, көмектес. Жақсы, жарайсың. Жақсы, келесі. Біз, сен, ол, әрқайсысы, әрқашан, әркім деген бұлар не? Есімдік. Есімдік дұрыс айтады, иә? Бұлар есімдік. Жақсы отырады, жарайсың. Жақсы, мынау ең соңғы кімдікі? Келе ғой Гаухар. Құс сөзін септей ғой. Атау, құс, ілік, құстың, барыс, құсқа, табыс, құсты, жатыс, құсты, Жатыс. құста, шығыс, құстан, көмектес, құспен. Жарайсың. Жақсы балалар, жақсы. Жарайсыңдар. Бәрін де сұраққа жауап бере алдыңдар. Мен кішкене берекет естеді, кідіріп қалды балалар. Жақсы, олай болса біздер есімдіктер жүктеледі дедік, ә? Және не істейді дедік? Септеледі дедік балалар, септеледі дедік. Жақсы балалар, олай болса біздер бүгінгі сабағымыз жіктеу есімдіктерінің септелуі екен балалар. Дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашайық. Мына 47-ші жаттығуға қарайық оқулықтағы. Мәтінді оқимыз. Гаухар оқиғыш. Гүлді жұлма ботам, бір күні әжем жүре ғой ботам, жалбыз теріп келейік деді. Жалбыз деген немене деп таңырқай қалдым. Ол дәрі жасайтын өсімдік, көлдің маңайындағы ойпаңда өседі, барған соң көресің. Әжем айтқан жерге келдік, жалбызды маған көрсетіп өзі тере бастады. Менің көзім жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті. Қызығып кеттім деп бір-бірлеп үзіп тере бастадым. Жақсы, жалғастыра ғой. Әжем көріп гүлді көкті жұлмайды балам, солып қалады, қатыгездікке барма жаным деді. Мен мән бермей гүлді тере бердім. Бір кезде әжем қасыма келді. Уысындағы гүлдерді қолына алып, сабағынан қамып тұрған тамшыны көрсетті. Міне, көремісің, гүлдер жылап тұр ғой деді. Біздің қандай жазығымыз бар, неге тиесің деп жылап тұрғандай көрініп кетті маған. Мен гүлдерді аяп кеттім, жұлғаныма өкініп тұрдым. Жақсы балалар оқушылар. Осының мәтіннің ішінен, яғни біздер нені табамыз? Есімдіктерді табайық кәнекей. Қандай есімдіктер
Сенің, мен, маған, Жақсы. өзі. Жақсы балалар. Енді қарайықшы, осы мәтін тақырыбына сай келіп тұр ма? Не туралы жалпы? Иә, айта оны келді. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны сай, өйткені әжесі немересіне гүлді жұмау керегін айтып тұр. Дұрыс айтты, жарайсың. Яғни, бұл жерде балалар мәтіннің негізгі тақырыбы мен несі мазмұны бірдей екен, иә? Жақсы. Енді қараңдар балалар. Осы жерде, осы мәтінімізде не туралы айтылған екен? Не туралы айтылған? Өсімдік дұрыс айтады. Өсімдік қандай өсімдік туралы? Жалғыз өсімдік туралы екен. Жалғыз өсімдігі, яғни далалық жерлерде өседі екен. Кішкене бір не тыңдайық. Сәлем достар, жалғыз бар жерде жан қалар, көп ауруға ем болар. Бірінші, мәлім себептерден ішкі мүшелердің ыстығы асып, көз қызарып ерні кеберсіп жайсыздағанда келтірілген жабыздан 10 грамм мөлшерінде алып, суға қайнатып күніне 2 уақыт ішеді. Екінші, жас бөбектерге қызыл шығып денесі қызарып, тамақ жұтқыншақтары қызарып піскенде дауысы қарлыққанда 3-4 грамм жабызды қайнатып, азда қант қосып ішкісе жақсы болады. Үшінші, бөбектердің тұмау басқа себептерден қызу көтерілгенде жабызды суға қайнатып, 1 метрдей көк шүберекті сол суға шылап алып, баланы орап тербетеді. Сонда дене қызу төмендейді. Бұлардан тыс күніне 1 стакан жалғыз қайнатындысын ішіп тұрса, ішек жолдарын тазартып қоймай, ас қорытуда да жеңілдетеді. Асқазан ішек жолдарындағы тұрып қалған қалдық заттар тазалап, іш қатуды емдейді. Шөлді басып сарайды ашады, арықтауға жәрдем береді. Бет, қол, мойын терлеріне сүртсе, нәрленіп, әжім азаяды. Күніне қайнатқан жалғыз сумен тісіңізді шайып тұрсаңыз, қан құрттан сақтайды. Тістің сыртқы қабат бекемдейді. Бас ауыру, тұмаудың алдын алу. Әр емдеуде өнімі жақсы. Ангинасы бар адамдар жалғыздығы қайнатып, лайықты мөлшерінде ішсе, тамағын шайқаса, өнімі көмекті болады. Жақсы балалар. Қандай мақсатта пайдаланады екен? Көп ауруға Дұрыс айтты, көп ауруға ем болады екен. Жақсы. Енді балалар, осы жалғыздың түрі қандай екен? Жалғыздың түрі неке балалар? Биіктігі 20-60 сантиметрдей, тік өсетін, 4 гүлдері уақ, қызыл, жасыл түсті болады екен. Олар қайда өседі екен балалар? Украинада, Молдавада, тіпті біздің Қазақстанда да өседі екен балалар. Ол маусым айында 40-ке дейін, яғни маусым айынан 40-ке дейін естейді екен, гүлдер шығып өседі екен балалар. Олай болса, мына тақырыптың ішіндегі тек қана қарамен жазылған сөздерді көшіріп алайық балалар бірінші. Сосын тапсырма береміз қазір. Жылдамдап көшіріп алайық. Енді сұрақ сендерге балалар. Осы есімдіктер қандай сұраққа жауап беріп тұр? Айтайықшы, кәне, қол көтеріп айтамыз. Қайсы? Қараш, бірінші қандай есімдік тұр бірінші? Қарамен жазылған. Қара? Менің. Сұрақ қойшы? Кімнің? Жақсы. Енді кімнің деген сұрақ қай есімдіктікі? Жақсы. Олай болса балалар, есімдіктер ана айтты ғой. Септігі, ілік септігіне отырады. Тақ келесі. Зерде келесі. Бол, содан. Мен. Атау. Сұрақ қояғы. Атау деген қайдан білдің? Дұрыс. Кім деген сұраққа жауап беріп тұрды. Отырады. Келесі. Кім? Дауқан. Тұрады.
есімдіктер, яғни жіктеу есімдіктері не істейді екен? Септеледі екен. Отырады. Жақсы, екі топқа біздер жаңа жалғыз туралы не істедік? Тыңдадық. Олай болса, бірінші өсімдіктер тобы сіздер жалғыздың пайдасы туралы жазасыңдар. Тек 2-3 сөйлемен жылдам жаза қойыңдар. Сендер жалғыздың сипаты қандай? Жалғыз қандай дедім жаңа? Соны жазасыңдар. Сендер пайдасы, қолданылуы, яғни жазыңдар. 47 бұл жалғастық жаза дедім жаңа несіне. Яғни тез-тез 2-3 сөйлемен жаза қойыңдар. Сендер қолданылуы, яғни пайдасы, сендер несі сипаты қандай болады дедім жаңа. Жалғыз барлық ауруға ем бола алады. Өт пен бүйрек ауруына да ем бола алады. Жалғыз өсімдігінің пайдасы зор. Жақсы, жарайсың. Иә? Жалғыз Украинада да, тіпті Қазақстанда да өсе береді. Ол емге өте пайдалы. Жақсы. Түсі қандай болады? Сипаттау. Жақсы. Зауқа жалғастыр жүреді. Жалғастыра ғой. Жалғыз 20-60 сантиметрге ұзын болады. Ол тік өседі. Жалғыз Украина, Молдова, Қазақстанда да өсетін өсімдік. Ол дәрілік зат. Жақсы. Жақсы бағалап қояйық. Бізде баскетбол ойынын бағалау бар. Жақсы, топтан бағалай қояйық, мына топ. Бағалай қойшы топтан. Жақсы. Жақсы балалар, келесі біздің тапсырмамызды бағалайық. Жақсы балалар, ойлантап, сіздер мына жерге шығамыз, оларды әдісі бойынша кәнекей топтардан шығайық, бағалайын, тез келе ғой, кел. Яғни, оларды екшеуден не істеуге болады? Бұл жылдан тез алсын. Аталбайсың үш жерде, аталбайсың. Жылдан сөздердің үстіне жаттыра қоясың. Дұрыс, тағы да тез, дұрыс. Тез келе ғой, кел, мына топтан келе ғой. Тез, істей бер. Дұрыс. Дұрыс, он тиме, оған тиме, мұнадан аласың бұқым. Мынау басылып тұрған мынау. Жақсы, тағы қандай сөздер бар? Содан кәдімдейсің. Жақсы, ол жерде отырау. Тез-тез кәнекей. Дұрыс, жарайды. Дұрыс. Нұрбекті сен жайлап қалдың. Мынау жерде жоқ, дұрыс айтады, жоқ, жақсы. Болды.
есептелуін таптық балалар. Жақсы. Келесі. Орнымыздан тұрайық бәріміз. Келесі таттығымызға көшейік. Кішкентай қағазда не бар? Сөйлемдер бар. Сол сөйлемдердің керекті нені қоямыз балалар? Жіктеу есімдіктерін қоямыз екен. Кәнекей? Соны жазайық және рет-ретімен тақтаға шығып жазамыз балалар. Рет-ретімен тақтаға шығып жазамыз. Кәнекей, бірінші кәнекей жазады. Бірінші сол өз сөйлемдерімізді жазып отырамыз. Дәптерімізге. Видео YouTube қасына сосын кетіріп тастайын. Память ұстайды. Ссылкасын жіберемін. Өзіміздің үйретіп жазамыз, иә? Соны қазір жазамыз тақтаға жазамыз. Келесі сөйлем кімдікі? Кәне, дайындалып отырайық. Тақтаға шығуға дайындалып отырамыз. Кімдікі келесі сөйлем келе отырайық. Мадияр сөйлемді оқиық. Ол дымқыл шалғынды жерлерде көп кездеседі. Дұрыс айтады. Яғни ол дымқыл шалғынды жерлерде көп кездеседі. Бір кез саған бір сұрақ қояйын. Осыны бастауыш қайсы? Сөйлемнің бастауыш қайсы? Сұрақ қояйын ғой. Ал дауысын шығаршы. Иә, сұрақ қой. Жақсы. Жақсы балалар. Келесі сөйлемімізді дайындалып отырамыз. Жақсы, Мадияр. Есімдік таба ғой? Ол Иә, асын сала қояйық. Қандай сұраққа жауап беріп тұр? Не? Дұрыс айтады. Не? Отыра. Келе, кел. Есімдік. оның дәлдік маңызы зор. Келесі оқушы дайындалып отырамыз, жылдамдатамыз, кәнекей. Асын сау. Өте
және бүйрек ауруына суық тигенде ем үшін қолданады. Сұрағыңды қоямын. Дұрыс айтам. Ілік сепкенде тұр. Сұрағыңды. Оның. Сұрағың. Нені бұл, нені? Жас келесі оқышы келе ол. Оның қымбасын іштім. Жақсы. Асын сызыңдар. Айгүлге асын сыз. Асын сыздым. Olma. Ne? Атау шеттің деді. Ол есімдік па? Жоқ, есімдік емес. Не зат ол? Зат? Зат есім бұл. Жақсы сұрақ. Şimdi çoğaltın der misin? Ya? Жақсы. Ya. Сұрақ қоя ғой. Содан да. Мен. Не? Кім? Ya. Оның. Кімнің? Жақсы отыра. Оның. Менің ол. Менің. Жалғыз маған ұнайды. Қатты айта ғой. Жалғыз Ya. маған ұнайды. Жалғыз маған ұнайды. Жылдам жаза отырайын кейін. Астына жаза ғой. Мына жерде сеғанша жаза ғой. Жақсы балалар. Tez құрайыңыз, тез оқиыңыз сосын. Үш сөйлем, тек қана үш сөйлем құрайыңыз болды. Тек қана үш сөйлем. Жазылсыңдар, біз сенің оған деген сөйлеммен тез үш сөйлем тек қана. Біз қалаға келдік. Сенің ағаң бар ма? Сен оған сыйлығыңды бердің бе? Жақсы. Енді осы есімдіктерді сұрақ қоямын. Біз Тек есімдіктерді, я? біз кімдер? Дұрыс. Сенің кімнің? Оған кімге? Дұрыс. Отыра ғой. Жарайсың тағы. Тез кәнекей. Содан бізді. Біз бүгін сенің үйіне барамыз. Сенің дәптерің менде. Оған тамақ беріп жібер. Жарайсың. Тағы. Біз дүкенге бардық. Сенің атың кім? Оған барып келдік. Жарайсың. Пеги. Еще сүйінбеймін өз. Жақсы. Апай, Я. біз кеше тауға бардық. Сен ағаңды сыйла. Оған көмектес. Жақсы. Бұл жерде
Екінші сөйлемің сенің дегенге құрау керек болды. Hadi. Сен не қағып қойдың? Жіктеу есімдігіне құрап қойдың. Бұл септікке құрау керек. Жіктеу есімдігіне септігіне құрау керек. Жақсы. Біз бүгін тауға бардық. Сенің есімің кім? Оған мен сабаққа қауым бердім. Сабаққа қауым. Жақсы, береке, жарайсың. Жақсы, болдық па? Болдық па? Нұргелді, тыңдандар? Біз ауылға келдік. Сенің ауылың қайда? Мен оған дәптер бердім. Жарайсың. Жақсы балалар. Жақсы, олай болса, біз алдымыздағы, яғни, мәдетшінде табиғатты қорғау жөнінде, яғни сендер өздерің өсімдікті қалай қорғайсыңдар? Сол бойынша өздерге, өсімдікті қалай қорғайсыңдар? Соны жазасыңдар, ортасына сурет саласыңдар. Сендер жануарларды қалай қорғаймыз? Тыңдаңыздар, біз өстіп болған жер мынандай болып ұстайын қазір. Болды ба? Ал шыға қояйық тақтаға. Кетеді. Жақсы. Жақсы. Ауаны ластамауымыз керек. Гүлдер егуіміз қажет. Біз өсімдікті суаруымыз керек. Талдар өсіруіміз керек. Өсімдіктерді ешқашан жұлуға болмайды. Ақ құстарды атпау керек. Жарайсыңдар, я? Жарайсыңдар. Олай болса біздер қоршаған ортамызды қорғаймыз екенбіз. Жақсы балалар. Келемін. Жетістік баспалдарына бүгінгі сабақ қалай өтті? Тез-тез кәне бір ауыз сөздерді жазайықта. Тағы ойлатпаңдар, я? Тез-тез, сылдан да тек балы. Яғни, үй тапсырмасын өзіңіз дәптеріңіз қайда. Өтіп дәптерің қайда, соған жазасыңыз. Тез-тез, кәне, үйге тапсырма балалар. Үйге тапсырмамыз, яғни оқулықтағы балалар 20-ші жаттығуды жақшаның ішіндегі жіктеу есімдіктерін істейміз. Тиісінше қоямыз, яғни сұрақтарын қолдану арқылы қоя кетеміз. Бағалап жіберейікші балалар, қалай? Жақсы, сізді басқа мақтен бағалауға да болады. Жақсы, жарайсыздар балалар. Сабағымыз